Мектеп бітірген түлектің 15% жоғары оқу орнына түсе алмай, жұмыс іздеумен бәйек болады. Ал оңтүстіктің өндіріс ошақтарында дәнекерлеуші, сылақшы, темір ұстасы сынды мамандар тапшы. Мұқтаждықтың орнын толтыру мақсатында қыркүйек айынан бастап өңірімізде кәсіптік бағдарлау қанат қақты жобасы бастау алды. Бағдарлама нәтижесі беріп жатса, мектептерде пәндік сабақ ретінде оқытылады. Эльор Хайдаровтың алдында бір мақсат тұр. Ол Әл-Фараби бабаның ізін жалғау. 10-шы сыныптың оқушысы қазірдің өзінде Аристотельдің теңдеулерін әп-сәтте шешеді. Ұстаздарымен облысымыздағы бірнеше колледждің тыныс-тіршілігімен танысып шыққан ол, елбасы айтқандай, инновациялық кадр болуды көздейді. Гуманитар бойынша таңдаса болады, математика жағынан, гуманитар жағынан педагог болса болады. Мен өзім физмат таңдадым. Келешекте педагог болым келеді. Эльордың қатарында тағы 9 оқушы бар. Барлығы да оқуда озат. Жастар колледждер мен кәсіпорындардың жұмысымен танысуға келгеніне қуанышты. Себебі кәсіптік бағдарлау жобасы кез келген түлектің мамандықты дұрыс таңдауына септігін тигізеді. Әрбір 90 біткеннен кейін жылына 4 рет деп ұйымдастырдық. Колледждерге, училищелерге түсуге ықпал ету үшін осы 9 сыныпты қамтып отырмыз. Енді биыл біз 9 сыныптың нәтижесін көреміз. Егер бұл шындығында да нәтижелі болып атса, онда ендігі оқу жылынан бастап толыққанды барлық мектептерге енгізілу ойымыз бар. Облыстық кәсіпкерлік палатасы білім бөлімі мен жұмыспен қамту орталығы мамандарының бірлескен жобасы аясында бұдан былай шәкірттер мол мүмкіндікке қол жеткізеді. Кәсіпкерлік негіздерін мектеп қабырғасында жүріп ақ меңгеретін болады. Бірлікте жаңағы кәсіпкерлермен арнайы кездесулер өткізіледі мектеп оқушыларына. Осы пәнде жылына 32 сағат қарастырылған. Кіші және орта бизнестен және үлкен өндірістерде біз қандай маман керек екенін біз саралап отырмыз. Бүгінгі таңда біз 150-ге жуық ірі өндірістерден арнайы хаттармен берілген мамандар жазылған, сондай хаттар алдық. Эльмира Тұрлыбек, Ерлан Тұралиев, Бағдәулет Разақ,